Қазіргінің келіндері немесе дуа деген тақырыппен берілген оқиғаларды оқығанда, құдды бір біздің де басымыздан өткен оқиғаны айтып жатқандай болады. Менің де бір қызым, бір ұлым бар. Қызымды ұзатып, ұлымды аяқтандырдым десем де, көңілімде көпті ой көп. Жалғыз ұлымыз үйленем дегенде, қуанарымды, не күйінерімді білмедім. Себебі, үйленем деген қызының қандай екенін 5 саусағымдай білетінмін. Мектепте мұғалім болғандықтан, қай баланың қалай өскенін, ата-анасының да қандай жандар екенінен хабардар болып жүреміз ғой. Осыдан 10 шақты жыл бұрын көрші ауданнан көшіп келген отбасының кенже қызы маған келін болмақшы дегенді естігенде ел өре түре келді. Біреуінің аузынан бір жақсы сөз шықпады. Бәрі әртүрлі қылығын айтып, көргендері мен естігендерін жеткізіп жатты. Оны естігенде менің де көңілім түсетін. Балама келіп, ол қызға үйленуіне қарсымын десем, өзіме қарсы шығып ашуланды. Ол қызға айтылған бірде-бір сынға құлақ аспады. Қайта өзімізге қарсы шығатын болды. Елдің сөзіне сеніп, деп мені кінәлады. Қайтейік, есейген баламның меселі қайтпасын деп айтқанына көндік. Оның үстіне ол да біреудің баласы ғой, бауырымызға тартсақ, бөтенсімей, тәрбиеге көнер деп ойладым. Әрі, қыздың өзі де менің ұлымның артынан қалмай, жақсы көріп тұрса, баламмен қоса бізді де сыйлар деп те үміттендім. Не керек, келін де келді, дүркіретіп тойда өтті. Некелерін қидырғанда біздің тегімізге өтіп бір қуантты. Бәріміз мәзбіз. Қанша жақтырмасам да, отбасымыз тағы да бір жанмен толығып жатса, қалай қуанбассың? Бірақ бұл қуаныш ұзаққа бармады. Араға 5 ай салып, екеуі қатты ұрысты. Ұлым мен келінімнің айғай-шуынан түсінгенім, келінімнің артынан ерген жел сөз ұлымның құлағына енді жеткен сияқты. Ашуланып кеп келіншегіне айтпай ма? Келіннің де көзіне жас алып, жыларман кейіпке түскен ештеңесі жоқ. Ұлымды жақсы көрсе бізді сыйлайды деген ойым әдірам қалды. Шапылдап шыға келмесі бар ма? Беті жаңа ашылған келін емес, бірнеше жыл әйел болған қатын тәрізді. Сөйтті де үйден шығып кетіп қалды. Қайда барасың? Деген сұрағыма жауап та қатпай шығып кеткен. Жарты сағаттан соң өзі қоңырау шалып, төркінінде болатынын айтты. Бұл оның төркініне алғаш кетуі еді. Одан соң да талай кетті. Араға 2 күн салып өзі қайтып келді. Түк болмағандай екеуі қайта татуласа қалды. Баламның ашуы тарқаған ғой, өткен істі қозғап несі бар еді. Енді өзіне адал болса болды да, деп әкесі екеумізде олардың жарасып кетуін тілеп жүрміз. Жоқ, 3 айдан соң екеуі тағы да ұрысып қалды. Шатақты бастайтын тағы менің балам сияқты, қоштайтын келін. Осылайша жылына 4 рет ұрысып, 4 рет келінім төркіншілеп барып қайтты. Ол қалай төркінінен келеді, ұлым солай өзгеріп салады. Моп-момақан болып, әйелінің айтқанын екетпей, оған деген ашу ызасын мүлдем ұмытып кетеді. Ал 3 айдан соң ұлым қайта ашуға міне бастап, ажыраспақшы да болады. Бірақ бұл ашуы ары кетсе, 2 тәулікке созылады. Ертең сотқа барам деп отырып, жолдан қайтып келген кезі де болды. Бірде-бірде келіншегінен ала алмаған өшін бізден алатындай көрінді. Әкесі екеуімізге қарсы шығып, не айтсақ та жақпайтын болдық. Бізде не істерімізді білмей дал болдық. Осылайша жыл жарым уақыттың қалай өткенін сезбей қалдық. Бұл кезде келінің аяғы ауырлап, айы күні жетіп қалған. Енді дүниеге бала келсе, екеуінің салғыласуы доғарар деп жорамалдағанбыз. Жоқ, керісінше, балам ашуланғанда енді келіншегіне қол көтеретінді шығарды. Келін де қайтпайды. Біреудің ақылы ма, өзінің миының жеткен жері ме, екеуі ұрсысып жатқанда, шошып жылаған немеремді алып сыртқа шыға тұрайын десем, балаға жабысып жібермейді. Қолымды қағып жіберген кезде болды. Баяғыда енеміз, күйеуің ашуланып тұрса үндеме, қол көтерсе төркініңе емес, күйеуіңнің жақынының үйіне қарай қаш деп үйретуші еді, деп құлаққа қағыс қып қоямын. Оны елеп тыңдайтын құлақ жоқ. Қысқасы,
Келінім төркіндеп барған сайын шешесі екеуі бір балшы әйелге соқпай кетпейді екен. Кезінде естіген өсегімнің шындығына енді толық көз жеткіздім. Құдағиым кезінде күйеуін өзіне дуалап қаратып алғаны, баяғы өздері көшіп келген көрші ауданда тұратын балгерге қазір де барып тұратыны рас екен. Қызы да тура шешесі сияқты, екеуі бірге бақсы балгерлерге барғыш деген сөзге енді қалай сенбейін. Мен де амалсыз сондайлардың бірінің көмегіне жүгінуді құп көрдім. Мүмкін олар адам ойын оқитын бәлелер ме, күдігімді растады. Балаңның басын айналдырып алған дейді. Қайта абырой болғанда дуа сүйегіне дейін сіңбеген, әзір әрі-сәрі күйде жүр екен. Сондықтан ол ауық-ауық оқытып тұрған тәрізді. Баламның біресе әйелінің алдында құрдай жорғалап, біресе арыстандай ақырып жүргенін енді түсінгендей болдым. Ақыры ит пен мысықтай болып өткізген 2 жылдан кейін балам ажырасты. Бұрын дуалап апты дегенде естісем, сенімсіздікпен қарайтын едім. Қазір өз басымыздан өткен соң сенбеске шарам жоқ. Ақ некесін қидырмай жатып, өмірдің ащы тұщысын татып алған қыздар дуаның көмегіне жүгініп, сенгіште аңғал, ақкөңілде адал жігіттерге тұрмысқа шығып жатады. Тұрмысқа шыққан соң осы күніме тәубе деп отырса да шүкір дер едік. Әттең, соны түсінсе ғой. Алғаның адалыңнан болсын дегенді аталарымыз бекер айтпаған екен де.